Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тіл сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы қаратпас сөз. Жақсы мен жаманды айыра білемін. Сабақтың мақсаты қаратпас сөздерді ажырату, тыныс белгілерін дұрыс қою, өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды табу. Әуелі қаратпас сөз не екенін біліп алайық. Қаратпас сөз дегеніміз не? Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады. Оларды қаратпас сөздер дейді. Қаратпас сөзді күнделікті қолданып жүреміз. Өзінің аты айтып тұр, қаратпас сөз. Сөйлемде айтылған ойдың кімге арналғандығын білдіру не оған басқаның назарын аудару мақсатында жұмсалатын сөз немесе сөз тіркесі десек те болады. Қаратпас сөздің тыныс белгілеріне назар аударайық. Қаратпас сөз сөйлемнің басында келсе, қаратпас сөз деген үтір қойылады. Қаратпас сөз сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Яғни қаратпас сөздің алдынан не артынан үтір қойылады екен. Егерде қаратпас сөз сөйлемнің соңында келсе, қаратпас сөздің алдынан үтір қойылады. Әрі қарай жаттығулар орындайық балалар. Қал сөйлемдерді салыстыр. Олардың мазмұнына, тыныс белгілеріне назар аудар. Салыстыру барысында не байқадың? Арайлым, сен кітапханаға бардың ба? Арайлым кітапханаға барды. Балалар, бұл жерде бірінші сөйлем қаратпас сөзі бар сөйлем. Өйткені Арайлым кітапханаға бардың ба деп Арайлымның назарын аударып тұр. Арайлым сөзі қаратпас сөз. Одан кейін үтір қойылып тұр. Екінші сөйлемде Арайлым кітапханаға барды деп барғандығы жөнінде айтып тұр. Жай сөйлем болып тұр. Әже, ертегі айтып берші. Бұнда әжесіне ертегі айтып бер деп өтініп тұр. Әжесінің назарын аударып тұр. Әже сөзі қаратпас сөз. Қаратпас сөзден кейін үтір қойылып тұр. Өйткені қаратпас сөз сөйлемнің басында келіп тұр. Әжең ертегі айтты. Бұл жай сөйлем. Дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа, қызым. Бұл жерде қызына қаратылып айтылып тұр. Сондықтан қызым сөзінің алдынан үтір қойылып тұр. Өйткені қызым сөзі сөйлемнің соңында келіп тұр. Қызым дүкеннен керек заттарды алып келді. Бұл жай сөйлем. Екі бағанды салыстырып, біз бірінші бағандағы қаратпас сөздер екенін байқадық. Екінші бағанда жай сөйлемдер. Екінші жаттығу. Нұсқау. Мәтінді тыңда. Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай қабығымен қоса діңін кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағаштарды жарақаттадың ғой. Енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша, ағашта жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оның сезіне білуің керек, деді бағбан. Мәтін табиғатты аялап қорғау туралы екен. Мәтінге қатысты ат қоюың керек. Нұсқау. Мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөздерді тауып оқы. Бұл мәтінде әрине, оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуің керек, деді бағбан. Деген сөз негізгі ойды білдіріп тұр. Нұсқау. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құр және оны жаз. Ағашты жарақаттау. Таңданыс. Бағбанның ақылы деп жоспар құрамыз.
сен өзіңе ұнайтын жоспар құруыңа болады. Нұсқау: қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Бұл сөз не үшін қолданылып тұр деп ойлайсың? Бұл жерде қарамен жазылып тұрған баламау сөзі. Баламау қаратпа сөз. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келіп тұр. Одан кейін бүтір қойылып тұр. Яғни кейіпкер Нұржанның назарын аудару үшін айтылған сөз. Төртінші жаттығуды қарайық. Нұсқау: орны ауысқан ашық хат бөліктерін қалпына келтір. Сізге денсаулық тілеймін. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Қалпына келтірсек, қымбатты әже бірінші сөйлем, екінші сөйлем сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Үшінші сөйлем сізге денсаулық тілеймін. Ашық хатты жазып, қаратпа сөздің астын сыз. Қымбатты әже сөзі бұл жерде қаратпа сөз. Әжесіне қаратылып айтылып тұр. Қымбатты әже сөзінің астын сызамыз. Ары қарай кері байланыс жасайық балалар. Қызыл телпекке шірік алма мен бүтін алманы ажыратуға көмек берейік. Бүтін алманы қаратпа сөздер, яғни себетке салуымыз керек қаратпа сөздерді. Ал қоқыс жәшігіне қаратпа сөз емес, жай сөйлемдерді салуымыз керек. Балам, мені көшеден өткізіп жіберші. Бұл қай себетке барама, әлде қоқыс жәшігіне барама? Балалар, бұл қаратпа сөз, сондықтан себетке барады. Алматыдан әкем келді. Бұл балалар жай сөйлем, сондықтан қоқыс жәшігіне барады. Жібек екеуміз зообаққа бардық. Бұл да қоқыс жәшігіне барады. Көп кешікпе Талғат. Бұл себетке барады, өйткені Талғат қаратпа сөз. Таңерке тақтаға шықты. Бұл да себетке барады. Себебі Жанеркенің назарын аударып тұр. Бағдат дүкенге барып келді. Бұл жай сөйлем балалар, сондықтан қоқыс жәшігіне барады. Әже, ертегі айтып беріңізші. Бұл қаратпа сөз, сондықтан себетке барады. Жарайсыңдар балалар. Қаратпа сөздерді себетке салдық. Ал қоқыс жәшігіне шірік алмаларды, яғни жай сөйлемдерді салдық. Олай болса балалар, үйге тапсырма. 3-ші жаттығу 42-ші бет. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар балалар.